Сәлем қымбатты достар. Бұл 1-7 желтоқсан аралығына арналған толық жұлдызнама. Желтоқсанда басталып қалды, жаңа жылдың жақындап келуі де байланысты. Егерде араларыңызда жаңа жылдық көңіл күйі басталып, үй ішін безендіріп немесе жаңағы сыйлықтарды алдын ала алып қоятын адамдар болса, соны күтіп жүрсеңіз, қазір үлкен шоппинг жасауға жол ашық деп айтуға болады. Себебі көп рет айтылғандай, бұған дейін Меркурий ретроградтық қозғалыста болған 29 қарашаға дейін, ал қазір Меркурий тіке жүрісте, яғни әртүрлі сатып алу, шоппингке жол ашық. Әрине, бұның бәріне қазір толықтай тоқталамыз. Бірінші әрбір осы аптадағы күнге тоқталайық энергиясына. Одан соң әрине әрбір белгіге де бөлек маңызды нәрселер айтылады. Алда бізді өте сондай сезімге толы, оқиғасы мол апта күтіп тұр. 1-7 желтоқсан аралығында бізде полнолуние де болады, яғни толық ай болады, ай толады. Бұл аптада әрбір сөз, әрбір ой, әрбір кішігірім кездесу ерекше мағынаға ие болады. Себебі аспанда қазір үлкен бір процестер қатар жүріп жатыр. Меркурий тура қозғалысқа өтті. Сатурн, Юпитер және Меркурий арасында үлкен трин қалыптасады, және Марс пен Сатурн планеталарының квадрат аспектісі эмоцияны терең сілкіндетеді. Бүгін сіздерге осы аптада не болатынын және қандай мүмкіндіктер ашылатынын және қандай сәттерде абай болған жөн екенін баяндап беремін. Бірінші күні, 1 желтоқсан, оның үстіне бірінші күнге келіп тұр екен. Бірінші күні дүйсенбіде, бұл аптаның алғашқы күні тыныш, жұмсақ бір энергиямен басталады. Ай планетасы шаян белгісінде, сондықтан сіздің барлығымыздың ойымыз көбіне үйге, отбасыға және ішкі жайлылыққа ауатын болады. Бұл күні асықпай жоспарларды түзеп, өзімізге, көңілімізге уақыт бөлуге қолайлы уақыт, қолайлы кезең. 2 желтоқсан, екінші күні, сейсенбі күні. Бұл күн шын мәнінде әдемі үйлесімді өтеді. Ай планетасы торпақ белгісіне өтіп, сұлулық, ләззат және жайлылық энергиясын күшейтеді. Өзімізге күтім жасау, сапалы заттарды алу, жоспар құру барлығы сәтті өтеді. Меркурий планетасының Венерамен жақсы аспектісі кез келген келісімге жеңіл жол ашады. 3 күні, сәрсенбі күні, 3 желтоқсанда күтпеген жаңалықтар болады. Ай планетасы Уранмен қосылып, тосын жерден хабар, кенеттен өзгерістер әкеледі. Қаржылық мәселелер немесе жеке пікірге байланысты кішігірім шиеленістер болуы мүмкін. Ал кешке қарай энергия жеңілдейді, романтика мен жақсы көңіл күй қайта оралады. 4 күні, бейсенбіде, 4 желтоқсанда, бұл күні полнолуние, яғни ай толады. Бұл ең маңызды күн осы аптада. Меркурий тура қозғалысқа өтеді, сондықтан қазір ақпарат ерекше анық келетін болады. Күтпеген хабарларды аламыз және маңызды шешім қабылдаймыз. Келісімдер, құжаттар, кездесулер бәрі дұрыс бағытта жүретін болады. 5 желтоқсан, жұма күні. Бұл аптаның ең энергетика жағынан күшті күні. Егіздерде, жаңағы ай толады деп айтқаным, полнолуние егіздер белгісінде болады. Сол егіздердегі толық ай ойымызды, сезімімізді, шындығымызды ашып береді. Қызу эмоция болуы мүмкін. Ішкі толғу, күтпеген ақиқат бәрі осы жерде болады. Осы күні болады. Марс пен Сатурн квадраты жалған сөзге, асығыс әрекетке ескерту жасайды. Бұл күні өзімізді тыңдап, асықпай демалған дұрыс. 6 желтоқсанда, сенбі күні. Бұл аптаның ең әдемі және ең үйлесімді күні. Ай планетасы шаян белгісіне өтіп, және Сатурн, Меркурий, Юпитер планеталарының трины толық күшіне енеді. Бұл келісім, сапар жоспарлау, отбасы, мүлік, сыйлықтар алу, отбасыға қатысты қандай да бір шараларды өткізу бәрі сәтті өтеді. Рухани тыныштық пен жүректегі жылу осы күнде ерекше сезіледі. Және 7 желтоқсанда, жексенбі күні,
Жексенбі күні ай планетасы шаянда болып Юпитермен қосылады. Бұл шынайы бақыттың аспектісі. Бұл күні бәрі өз орнына түседі, өз орнына келеді. Отбасымен бірге болу, мерекеге, бір үлкен мерекеге дайындалу, үйді ретке келтіру, бәрі қуаныш сыйлайтын болады. Бұл апта аяқталғанмен сіз жаңарған энергиямен жаңа кезеңге қадам басатыныңызды сезінетін боласыз. Яғни осы желтоқсанның ең бірінші аптасының өзі сізге іштей бір сенімдік береді. Бұл айдың ары қарай қозғалысы немесе дамуы қандай болатынына біртүрлі іштей білетіндей боласыз. Яғни осы аптада оның басын өзіңіз бастап қоятындай. Әрбір белгіге тоқталатын болсақ, тоқтылар үшін бұл апта үлкен серпіліс әкеледі. Толық ай сіздің ойыңызды ашып, бұрын шешілмей жүрген мәселелерді жарыққа шығарады. Аптаның ортасында күтпеген хабар немесе жаңа мүмкіндік туады. Сезімде де, жұмыста да шынайылық қажет. Сіздің жағыңыздан 5 желтоқсанда эмоцияны бақылау керек. Асығыс шешім қабылдамаңыз. Ал 7-6 желтоқсан күндері күшіңіз қалпына келіп, көңіліңіз орнығады. Бұл күндер қолдау мен сәттіліктің кезеңі. Торпақ белгісі бұл апта сізге тыныштық пен күтпеген жаңалықты қатар әкеледі. 2-3 желтоқсанда ішкі үйлесімділік артып, өмірдің әдемі жақтарын сезінесіз. Бірақ 3 желтоқсанда күтпеген жағдай немесе тосын шығын болуы мүмкін. Абай болыңыз. Толық ай сізге қаржылық аймақты қайта қарастырып, өз құндылықтарыңызды түсінуге мүмкіндік береді. 6-7 желтоқсан күндері бәрі жеңілдеп, сәттілік таразыңызға қарай ауады. Бұл күндер жүрекке де, жұмысқа да жайлылық сыйлайтын болады. Егіздерде бұл апта сіздің уақытыңыз деп айтуға болады, себебі толық ай сіздің белгіде өтеді. Дәл сіздің белгіңізде туып, толық ай планетасы сізді жаңа кезеңге дайындайды. Ақпарат өте көп болады жан-жағыңызда. Ойыңыз жылдам, интуицияңыз өте анық болады. 5 желтоқсанда маңызды шешім немесе жаңалық аласыз. Эмоцияңызды дұрыс бақылаңыз. Айтқан сөзіңіз ерекше күшке ие болады. 6-7 желтоқсанда тыныштық, жеңілдік, адамдармен жылы байланыс орнату кезеңі. Бұл күндері алған ақпарат сізді ары қарайғы бағытыңыз болады. Шаяндар белгісіне бұл апта ішкі тыныштық пен эмоционалды тазаруды сыйлайды. Аптаның басында өзіңізге қамқорлық жасап, қорғаңыз энергияңызды. Полнолуние, жаңағы толық ай, сізге бір жасырын сезімдер және ескі ойларды шығаруы мүмкін. Бұл ішкі түсінік пен рухани жаңару уақыты. Саморефлексия жасаған дұрыс. Яғни саморефлексия деген өз-өзімізге жаңағы көбіне адамдар психотерапевт, психологқа барып ішін ақтарады ғой, мысалы ой сезім. Ал саморефлексия бұл өзімізге өзіміз сұрақ қойып, яғни өзімізді тану, түсіну үшін қоятын сұрақтар. Интернеттен мысалы өзіңіз іздеп, сондай өзіңізбен жаттығу жасап көруіңізге болады. 6-7 желтоқсанда ең жайлы және ең бақытты күндер болады бұл аптада. Отбасы, үй және жақын адамдар күш қуатыңыздың көзі болады сіз үшін. Арыстандар бұл аптада сіздің әлеуметтік өміріңіз жаңданады. Жаңа таныстар, қызықты әңгімелер, шабыт пен креатив көп болады. 5 желтоқсанда күтпеген хабар келіп, бағытыңыз өзгертуі мүмкін бағытыңызды. Ал толық ай сіздің армандарыңыз бен мақсаттарыңызды қайта қарастыруға итермелейді. 6-7 желтоқсанда достармен жақсы уақыт өткізуге, мерекеге дайындыққа өте қолайлы уақыт. Бұл апта сізді жаңа идеямен жарқыратуы мүмкін. Бикештер, бұл апта сізге тәртіп, нақтылық және терең талдау алып келеді. Меркурийдің тура қозғалысы сіздің ойыңызды тазалап, жоспарларды нақтылайды. Аптаның ортасында күтпеген әңгіме немесе маңызды кездесу болады. 5 желтоқсанда жұмыс пен отбасылық жауапкершілік арасында баланс іздеңіз.
Ал 6-7 желтоқсан күндері өте қолайлы күндер. Үйлесімді, сенімділік, жеңілдік пайда болады. Қарым-қатынаста ашықтық пен сабыр сізге керек болады. Таразылар. Таразы белгісі бұл апта сізге жаңа идеялар, әңгімелер және қызықты таныстықтарды сыйлайтын болады. Өмір жеңіл, адамдарға жол ашық болады. Толық ай сіздің ой көкжиегіңізді кеңейтіп, жаңа бағыттарға ынталандырады. 5 желтоқсанда ұзақ ойлаған шешімді қабылдауыңыз мүмкін. Ал 6-7 желтоқсан күндері махаббатқа, шабытқа және сұлулыққа толы күндер болады. Бұл апта сізге ерекше үйлесім береді. Саршаяндар. Саршаян белгісі бұл апта сіздің ішкі әлеміңізді терең қозғайды. Толық ай жасырын сезімдер мен ескі эмоцияларды бетіне шығарып, оларды сауықтыруға мүмкіндік береді. Аптаның ортасында маңызды әңгіме немесе ішкі шешім жасайтын кезең. Қаржылық және эмоционалдық тақырыптар қозғалады. 6-7 желтоқсанда қайта туылғандай жеңілдік пен түсінік келеді. Бұл күндері сіз рухани түрде күшейе түсесіз. Мергендер. Мергендер үшін бұл апта энергияның ояну сәті. Көңіліңіз көтеріліп, жаңа мақсаттар пайда болады. Толық ай қарым-қатынаста шындықты ашып, серіктестікте жаңа көзқарас келеді. 5 желтоқсанда күтпеген хабар немесе тосын сезім тууы мүмкін. 6-7 желтоқсанда сізге қолдау, қуаныш және шабыт береді. Бұл апта сіздің жаңа бастамаларыңызға қуатты серпін әкеледі. Тауешкілер. Тауешкі белгісі үшін бұл апта жұмыс пен жеке өмірдің тепе-теңдігін табуға арналған кезең. Аптаның басында сіз жоғары өте өнімді боласыз, яғни продуктивность көп болады сізде, көп нәрсені үлгеретін боласыз. Және толық ай сіздің денсаулық пен күнделікті режимге назар аудартуы мүмкін. Қандай тамақ жеп жатсыз, кейбір нәрселерді қысқарту керек пе, немесе өзгерту керек пе, диетаңызды, күнделікті өміріңізде қандай да бір әдеттерді, өзіңізді шаршатпай, артық міндеттен бас тартуға болады бұл кезеңде. 6-7 желтоқсан күндері жұмысыңыз бағаланып, жақсы нәтиже көретін күндер. Апта соңында жеңілдік пен сенімділік артады. Суқиғыштар. Суқиғыштарға бұл апта ақпарат, идея, шабыт, адамдармен белсенді байланыс әкеледі. Сіз өте көп сөйлесесіз адамдармен, яғни коммуникация көп болады. Жаңа адамдармен танысатын боласыз, оймен бөлісетін боласыз. Толық ай шығармашылық энергияңызды күшейтеді. 5 желтоқсанда тосын хабар келуі мүмкін. Ал 6-7 желтоқсан күндері тыныш әрі сезімге жылы күндер. Бұл апта сіздің жаңағы қоғаммен және идеялар әлемімен байланысыңызды нығайтады. Және балықтар. Балықтар бұл апта сіздің эмоциялық әлеміңізді тереңдетеді. Толық ай сіздің отбасы, үй және ішкі жайлылық тақырыптарын көтереді. Сіз ескі сезімдерді қайта қарап, рухани тазалыққа қадам жасайсыз. Аптаның ортасында маңызды әңгіме немесе үйге байланысты жаңалық туады. 6-7 желтоқсан күндері ең жайлы күндер, отбасы, тыныштық, шығармашылық ашылады. Бұл апта сізге жан тыныштығын сыйлайды. Құрметті оқырмандар, барлығыңызға денсаулық, тыныштық және сәттілік тілеймін. Жаңа видеоларда кездескенше.